Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын чебуреки жасаймыз. Ең алдымен тестамызды дайындаймыз. Бір мискаға електен өткізілген ұнымызды саламыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, тұз саламыз. Қайнаған суымызды құйып отырып, әуелі вилкамен, кейін қолмен араластырып біріктіреміз. Дайын болған тестамызды пакетке салып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Осы жарты сағат ішінде салмамызды жасаймыз. Әуелі жуаны сақтап тұрып, фаршқа қосамыз. Және көз мөлшермен бұрыш, тұзымызды қосамыз. Салмамыз сочный болу үшін мұздай суды қосып, жақсылап араластырамыз. Ендеше тестамыз да дайын болды. Осы дайын болған тестамызды ұзынша етіп дөңгелетіп бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Әрбір бөлікті өте жұқа етіп ұн сеуіп отыру арқылы жаямыз. Салмамызды жайманың жартысына ғана салып, екінші жартысымен жабамыз. Жан-жағын вилкамен басып, ролик пышақпен түзеп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған майда осылай екі жағын 1-2 минуттан ғана пісіріп шығамыз. Осымен біздің чебурекіміз дайын.